Армысыз құрметті тыңдарман, әңгіме тыңдап бастамас бұрын каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бірінші бөлім. Үнсіз шындық. Баянның жастық шағы ашық күндей жарқын еді. Көзінің көру қабілетін кенеттен жоғалтып, қараңғылық әлеміне еніп кеткенде де, ол өмірге деген махаббатын жоғалтқан жоқ. Қаладағы көз ауруханасынан ешқандай ем табылмаған соң, ол ауылына қайтып келіп, жүрегі жылы, жаны сабырлы Дастанмен тұрмыс құрды. Баян Дастанды шын сүйді. Көзінің жарығын көрмесе де, оның жан жылуын сезетін. Бірақ Дастан үшін бұл мүлтіксіз махаббат аздық етті. Ол уақыт өте келе өз әйелінің соқырлығын әлсіздікке балап, оны алдауды жөн санады. Алғашында бұл кездейсоқтықтай көрінді. Қалаға барып келген сайын үстінен бөтен әтір иісі аңқып тұратын. Бірде аяқ киімдері ауысып кеткен, бірде жуынатын бөлмеде бөтен әйелдің шаштары қалып қойған. Бірақ Баян үндемеді. Өйткені оның сезімі көзіне қарағанда анық әрі нәзік еді. Екінші бөлім. 200-лік көлеңкесінде. Баянның күндері бір сарында өтіп жатты. Таң ата дастарханын жайып, кешке дейін үй тірлігімен айналысатын. Қолының саусақтары көзіне айналған. Үй ішінің әр бұрышын сезіп, әр дыбысты естіп, әр иісті айырып үйренген. Оның әлемі тыныштық пен іштей тыңдау. Бірақ сол тыныштық ішінде бір у бардай, бір сыз бардай мазасын алатын сезім күшейе берді. Соңғы айларда Дастан өзгеріп кетті. Бұрын үйге асығып келетін, енді себепсіз кешігіп жүр. Телефонын үнемі өзімен алып жүреді, біреуге сыбырлап сөйлесіп, тіпті кейде түнделетіп шығып кетеді. Бір күні таңғы сәріде Баян өзіне беймәлім дауыс естіді. Бір әйелдің күлуі. Қысқа, жіңішке күлкі. Ол дабылдай құлағында жаңғырып қалды. Келесі күні Баян төсек орнын жинап жүріп, жастық астынан бөтен иіс су құтысын тауып алды. Мұндай иісті ол бұрын сезбеген. Саусағымен ұстап көрді, бөтен, суық, жас иіспен сіңіп қалған. Ол үнсіз ғана құтыны қайта орнына қойды. Ештеңе сұрамады. Бірақ күдігі үдеді. Сол түні Дастан: ертең қалаға мал өткізуге кетем, 1-2 күн болмаймын деді. Баян бас изеді. Іштей тағы да өтірік деді. Дастан кетіп бара жатқанда телефонын ұмытып кеткенін байқамады. Баян алғаш рет ол затқа қолын созды. Телефонның құлпы ашық еді. Саусақпен сипай отырып дауыстық хабарламаларға кірді. Біреуі анық естілді. Кешке тағы келесің бе? Әйелің көрмейді ғой, қорықпа, күтем. Баянның қолы дір етті. Бұл шындық. Ешқандай емеурінсіз, тұспалсыз шындық. Ол үнсіз жылады. Бірақ ішкі мұңын жанға жайып салмады. Бір ғана шешімге келді, ол бұдан әрі құрбан болмайды. Келесі күннен бастап ауыл емханасына барып, көз емдетудің жолдарын сұрастырды. Жанында көретін ешкімі болмаса да, жүрегі жарық жұлдыз еді. Үміт сәулесі. Баян бірнеше күн бойы үнсіз жүрді. Бірақ іштей жанып тұрған оттай, жанын бір шешім жылтып тұрды. Бұл енді әлсіз әйелдің емес, тағдырмен күресуге бекінген ананың ішкі оянысы еді. Ауылдағы шағын амбулаторияда көзіне қараған жас дәрігер қыздың үміт сыйлар сөзі оны бейне бір жаңа өмірге жетелегендей болды. Баян апай, сіздің көз жүйеңіз толық жансызданбаған. Дұрыс клиника, білікті дәрігер, шетелдік ем. Сіз көре аласыз. Ол сөзді естігенде, Баян алғаш рет ішкі жарықты сезгендей болды. Үміт. Қанша жыл жүрегінің түбінде көмескі тартқан жалғыз сәуле енді лап ете түсті. Дереу аудан орталығына, одан соң қалаға барудың жолын қарастырды. Жанында еріп жүретін адам жоқ. Бірақ Баян ешкімге жалынған жоқ. Бірнеше жылдан бері жиған қаражатын шығарып, автобусқа отырды. Жол бойы ой құшағында отырды. Қанша рет Дастанның көңілсіз мінезіне шыдады, қанша рет өз күдігін жұтып жүре берді. Енді бәрі артта қалатын сияқты еді. Қалаға жеткен соң көп адамға жолықты. Ақыры шетелдік мамандар қабылдайтын жеке емханаға кезекке тұрды. Дәрігерлер мұқият тексеріп: бір мүмкіндік бар. Ота сәтті өтсе, көз көруі мүмкін. Бірақ толық емес. Бәрі өзіңізге байланысты деді. Ота құны қымбат еді. Баянда толық сома жоқ.
Бірақ ол қолында барын беріп қалғанына уақыт сұрады. Емхана келісіп, ота күнін белгіледі. Осы күндері Дастан ештеңе сезбеді. Ол Назгүлмен уақытының көбін өткізіп, Баян жоқ үйге емін еркін келіп кетіп жүрді. Тіпті бір түнді Назгүлмен сол үйде өткізді. Ол әйелін әлсіз, мәңгі көлеңкеде қалатын жан деп ойлады. Алайда ол бір нәрсені білмеді, шындық бір күн ашылады. Ал әйелдің жүрегі көрмесе де, бәрін естіп түйсініп ұмытпай. 4-ші бөлім. Көзімен емес, жүрегімен көрген. Ота күні таяғанда Баянның бойын қорқыныш пен үміт қатар биледі. Көп жылдан бері көзсіз жүрген адам үшін жарық деген түсінік беймәлім, ал белгісіздік әрқашан ауыр. Бірақ ол бұл жолы жеңілуге емес, оянуға келгенін білетін. Ота бірнеше сағатқа созылды. Жоғалған жүйке талшықтары тігіліп, көру жүйесі қалпына келтірілді. Дәрігерлер де үміттеніп тұрды. Бірақ бәрі бірден болмайтын, алдымен таңғышпен бір апта өтуі тиіс еді. Сол бір аптада Баян ешкімге хабар бермеді. Дастан да іздеген жоқ. Өйткені ол әйелін ауруханаға жаттым деген сөзінен кейін-ақ ұмытқан еді. Үйіне Назгүлмен келіп кетуді жалғастырып жатты. Ота құны қымбат еді. Баянда толық сома жоқ. Бірақ ол қолында барын беріп қалғанына уақыт сұрады. Емхана келісіп, ота күнін белгіледі. Осы күндері Дастан ештеңе сезбеді. Ол Назгүлмен уақытының көбін өткізіп, Баян жоқ үйге емін еркін келіп кетіп жүрді. Тіпті бір түнді Назгүлмен сол үйде өткізді. Ол әйелін әлсіз, мәңгі көлеңкеде қалатын жан деп ойлады. Алайда ол бір нәрсені білмеді, шындық бір күн ашылады. Ал әйелдің жүрегі көрмесе де, бәрін естіп түйсініп ұмытпай. Бесінші бөлім. Қайта туған әйел. Баян ауылдан үнсіз шықты. Артында қалған үй тек қасіреттің көлеңкесі ғана еді. Оның орнына енді еркіндік, өз жолын өзі салатын, өз тағдырын өзі жазатын әйел жүріп бара жатты. Көзіндегі қара көзілдірікті шешіп, бетіне жылы күн шуағы түскенде, ол еркін тыныстады. Бұл жарыққа қайта оралу ғана емес, әйел ретінде қайта туу еді. Қалаға келісімен Баян бір мейірбике курсына жазылды. Бұрын дәрігерлер мен медбикелердің ісіне тамсанып жүретін. Енді өзі де біреудің үмітіне айналғысы келді. Бірнеше ай ішінде ол көп нәрсені үйренді. Мейірімділігімен байсалды мінезі оқытушылар мен емхана қызметкерлерінің назарын аударды. Сол жерде жұмысқа қалды. Науқастармен сөйлесуді жақсы көретін, әсіресе қарт кісілер мен жалғыз бастыларға ерекше ықылас танытатын. Өйткені ол да бір кездері жалғыздықтың ащы дәмін татқан. Баян енді өзінің ішкі тыныштығын тапты. Бірақ кей кештерде өткенді еске алып көзге жас іркілетін. Сол сәттерде ол өзіне қайталайтын. Мен әлсіз болмағамын. Мен тек шын сүйгенмін. Ал ауылда бәрі өзгерді. Дастанға бәрі теріс қарады. Назгүл көп ұзамай басқа біреудің етегінен ұстап ауылдан тайып тұрды. Ал Дастан жалғыз қалды. Баянда кеткеннен кейін үй іші суып қалды. Көңіліндегі бос орынды ешкім толтыра алмады. Ол енді Баянды емес, өзінің қадірін жоғалтқанын түсінді. Бір күні ол қалаға барып, Баян жұмыс істейтін емханаға барды. Кіре берісте екеуі бетпе-бет кездесті. Баян оның жүзіне тік қарады. Ал Дастан көзін төмен салды. Кешір деді, әлсіз ғана. Баян үнсіз тұрды. Сосын күлімсіреп. Кешірім сөзбен емес, әрекетпен дәлелденеді. Ал мен сені баяғыда кешіргенмін. Бірақ қайта оралмаймын.
Сол сәтте Дастан оның шын өзгергенін, енді бұрынғы Баян жоқ екенін білді. Роман соңында Баян енді тек көзі ашылған әйел емес. Ол жеңген, жаңарған, қайта туған әйел.